Солай да, ойланып қарау керек та. Алаяқ толып кетті. Неше түрлі алаяқтар бар машина. Жоқ, оның жолдары бар ғой, жерге тоқтататын. Оны тоқтата алмайсың сен. Оны ар жағын білмейсің. Ар жағы шетелде отырды. Бер жағында пешкелер ғой отырады. Енді мына мен айтайын деген мына жерде Сәндібай бар, көрші. Ал өмірде бәрін жасырып жүреді ғой. Шарбағы 2 метр тойынан кейін барған жоқсың. Бәрін жасырып жүретін Сәндібай кеше соққан банктен бірдеңе деп жаңа алаяқтар соққан. 3 жағы кодты айт деген ба бірдеңе. Кодты айтқан 50 миллион кетіп қалған бітті. Ал Сәндібай бітіп кетті. Ал енді бұның қатесін айтайын мен саған. Бұл жағы қит етсе кредит алады да. Анағы мына мен айтамын енді той жаңа машина алсаң көрсең бұл көгершіндерге жем алып жүр кредитке. Ал енді Сәндібай бітіп кетті енді болды. 6 көгершінмен қалды. Мен айтамын не істейсің енді көгершіндермен жем жеп отырды енді не істейсің? Ол күлетін нәрсе емес енді. Ар жағын білмейсің сен кім алды. Мына ойлану керек та, қарау керек. Екінші нәрсе мен саған айтайын, мына сетевой бизнесте де бар алаяқтар. Чеки оның жоқ дұрысы бар сетевойдың да. Ал мен дұрысын көрген жоқпын міне. Мен бір құдашам бар. Осы бір жыл бұрын келді, жеңгең келді, анау мына беріп алып айтып мына. Ойбай, Дубайға барасың, миллиондар табасың, анау мынау деп. Мынаны қой деді, қой деді. Сол мен аққашымды жеп отыра берейік деп. Сол әңгіме болсын, кеше базарға барсам жаңағы құдашам тар сатып отыр жаңағы кеше. Сол мен айтып отырмын, құдашам жаңағы Дубай қайда? Мына миллиондар қайда деп отырмын. Ой, аға алаяқ екен, анау бірдеңе ар жағы дұрыс емес екен дейді. Ал қанша қатын анаң артынан зарлап қалды ғой енді. Үйге келіп мынаған айтып отыр, қуан деп жатырмын, мен тыңдаған жақсы болды деп. Мен тыңда анаң артта кетсе болды, бұл да соның ар жағында жаңағы құрт май сатып отырады ғой. Біз қайда кетіп қаламыз білмеймін мен. Оның ар жағын білмейсің да. Оның да ар жағында тағы біреу отыр, оны таба алмайсың сен. Ар жағында бір адам айып жатыр да. Бер жағында біздің қазақтар заржылап қалады. Шәке мына ставка деген бар ғой. Ставка. Ол ставка мен күлкім келеді. Мен жалпы білемін, хабарым бар ғой. Жаңағы футболға салады, бірдеңе салады айтып отырсың. Иттер жүгіреді жаңағы. Иә, дұрыс. Ол күлкім келеді мен. Сол айнап келгенде мен түсініп тұрмын да бұл бәрі жаңа дүние жүзі Месси, Роналдо деп бәрі салып отырды ғой жаңағы шығады ойбай деп. Ауыздары аңқиып бүкіл әлем бұл салды. Енді қай дорақ саған енді өзің ойлап қара, қай дорақ элементарный. Саған миллиондар беріп қояды, сен өзің ойлашы. Оның бәрі ар жағында беріп болғаннан да бәрін ұйымдастырып қойып отыр ар жағын. Мафия ғой ар жағын. Енді мен күлкім келетін былай ойлап келгенде сен өзің тапқан таяғаның адал еңбегіңмен тапқан ақшаны Месси мен Роналдоның семьясына беріп отырсың былай қараңыз. Соның семьясын асырап отырсың ғой. Жаңағы иттердің жүгіретін жемін беріп отырсың деген. Солай да. Енді арасында біреулер ұтатын шығар 2-3 миллион жаңағы алдап қояды ғой оларды кетпесін деп. Солай да. Жоқ мына енді мына лотолар бәрін жауып отыр ғой оны кеше. Жоқ мен естідім оны лото жаңағы шариктер жауып отқан. Бірақ енді ол позында уже. Қанша біздің жігіттерді, қанша мына қаракөз әп-әсем жігіттер біздің да. Қанша уақыт кетті, қанша өмір кетіп жатыр, қанша отбасы кетіп жатыр. Ойран болып жатыр да. Өз-өздеріне қол жұмсап жатыр. Қанша жігіттер кетіп қалды да. Дұрыс, дұрыс. Ол күлетін нәрсе емес та шын. Өздерінің отбасын былай айтқанда өзінің намысын 5-10 теңгеге сатып жіберіп жатыр да. Мен түсінемін енді баяғыда аталарымыз соғысқа кетті да. Әжелеріміз күтіп отыратын жаңағы қара қағаз келсе қайғырады ғой. Атамыз келмей қалды. Ал қазіргідей жаңағы мына ставканың қағазы шығып шықпай қалса, соған қайғырып отырмын. Жоқ, күлетін нәрсе емес ол. Жоқ, ой соңында. Соңында айтады ештеңе жоқ. Жаңа енді мен айтып отырмын ғой, бұлардың ар жағын таба алмайсың да. Мына алаяқтардың бәрі ол шетелде бір жерде Мальдиведе дем алып жатыр. Қыздармен тақа-тақа ананас жауып шықты. Ол мына Сәндібайдың көгершінімен шаруасы жоқ. Мына құдашаң тар сатып отыр. Солай ғой. Оны таба алмайсың сен. Оларды тоқтата алмайсың, өзің тоқтату керек та, солай да. Қой мен кеттім. Айғыны таудай ағалар бар, әмелер сөзім жетпес саған арнар. Батыры жау ақыны дауын шешкен, аман бол қайда болсаң қаранарлар.